Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен салфетка тоқитын боламыз. Ол үшін мен алдын ала осылай қағазға арасы 2,5 см болатындай ғып стойкалардың орнын сызып алдым. Ол үшін мен мынандай салфетканың көлемі болатындай және салфетницадан салфеткамыз сәл шығып тұратындай қып өлшеп алдым. Сонымен менде былайына 15 см, былайына 20 см болатындай көлем шықты. Енді мен осыларға мына жермен мына расстояниеде 9 стойка қойып шығамын. Міне 9 стойка қойып шықтым. Енді мұны строительный скотчпен мен бұның төменгі жағын столға клеить етіп алатын боламын. Мына стойкаларымда мен строительный скотчпен осылай столға қатырып алдым. Енді сразу екі трубочканы өсіріп аламыз. Менің трубочкаларым онсыз да үлкен, мен осы трубочкамен бастай берсем де болады. Так, осы трубочканы тура ортасынан екіге бөлеміз. Мына осылай бірінші стойкамызға кигізіп аламыз. Қайтадан мына трубочкамыз астында қалады. Мына трубочкамыз үстінен барып стойканың астынан өтеді. Так. Осылай қазір бір қатар тоқып аламыз. Так, қазір мен мына жерден өсіріп аламын. Трубочкамызды өсіріп алдық, мына ары қарай тоқи береміз. Так, енді мына шетіне келдік. Енді мына шетінде қазір біз жайлап бұрып аламыз. Мына трубочкамыз үстінде тұрады, мына трубочканы астына өткізіп аламыз. Жайлап, мына стойкаларымыз қисайып кетпейтіндей болу керек. Одан кейін мына трубочкамызды да тоже жайлап былай бұрып аламыз. Солай біз ары қарай тура жаңағы тоққан сияқты тоқып кете береміз. Так, қазір мына трубочкамыз, мына бірінші трубочкамыз астында қалып отырады. Мына трубочкамыз соның үстінен былай шығарамыз. Так. Мынау қайтадан астында қалып отырады. Мына трубочкамыз соның үстінен. Так, сол кезде бізде қазір узор шығады. Біз тура осы тоқыманы өткен видеода көрген адамдар болса, бірінші қатарын үстінен, сол стойканың үстінен шығарып, келесі қатарын астынан шығарып, осындай узор шығарған болатынбыз. Енді қазір мына жерде бұрылып, біз керісінше тоқып жатқандықтан, тура осы бірінші қатардағыдай ғып тоқимыз да, бірақ сол узорды шығарамыз осы жерде. Мына бірінші астынан шығып тұрған астында қалады да, оның үстінен барып стойкалардың астына өтеді. Мына осы тәртіпті сақтап отырсақ, бізде узор шығады. Мына астында қалып отырады. Мынау үстінен шығып барып стойкалардың артына өтеді. Мынау мына астында қалады. Мынау үстінен өтіп барып, так, нелерін жақындатып сөйтіп отырамыз. Так, мына осылай тура осы узорды мен қазір 4 қатар болғанша тоқып шығамын. Мына біздер уже 4 қатар тоқып алдық. Мына осындай әдемі узор шықты. Так, мына жерде менің уже бір трубочкам бітті. Негізі уже ары қарай біз бір трубочкамен тоқитын боламыз. Сондықтан мынау трубочка шығып тұрған жер, мына осы трубочканы астына қалдырам да. Негізі сіздер трубочкаларыңыз кішкене ұзынырақ болса, по-любому мысалға мына трубочканы бұрамыз ғой қазір міне. Былай бұрамыз. Сол кезде сіздердің егер трубочкаларыңыз ұзын болса, мына жерден шығу керек та, мына трубочканың арасынан. Осы жерден білдірмей қиып жібересіздер.
Так, ал менікі уже бітіп тұрғандықтан сол трубочка астында қалатындай қылып, мына трубочканы соның үстінен өткізіп аламын. Енді мына мен мына жерде қазір өсіремін де, ары қарай бір трубочкамен тоқитын боламын. Мына трубочкамды өсіріп алдым мына жерден. Так, енді ары қарай уже осы бір трубочкамен настойканың астынан, үстінен болса настойканың астынан ситец деген тоқыманың түрімен ары қарай тоқып кете беремін. Осылай мен қазір ситецті өткен видеоларында қарасаңыздар көресіздер. Ситецті бір трубочкамен де тоқуға болады, немесе екі трубочкамен де тоқуға болады. Екі трубочкамызбен тоққан кезде трубочкамызды бір тоқып өткеннен кейін барып, екінші трубочканы осыған қарама-қарсы түрде тоқып өткен болатынбыз. Енді осы немізді, салфетницамызды осылай бір трубочкамен тоқи береміз. Так, мына жерге келгенде мынаның астынан жаңадан көріп отқандар болса, мына ситеціміздің түрі сол бір трубочкамен сол настойканың үстінен, настойканың артынан, үстінен, артынан өстіп кезектесіп өтіп кете береді. Мынаның үстінен болса, мынаның астынан. Так, мына шеттерін қадағалап отырыңыздар, трубочкамыз тығыз болып кетіп, қисайып кетпесін. Осы жерде, особенно бұрылған жерде, сол трубочкаларымыз кішкене кіріп кетеді ішке. Так, мына осылай. Так, мына байқап отырмасаңыздар, кішкене шатасып кетулеріңіз мүмкін. Так, мына осылай қазір мен мына жерде өсіріп, тура осы ситецпен қазір мен мына жерге дейін, где-то осы жерге дейін, тағы да ең соңғы шетін осы веревочка из двух дегенмен мына ең соңғы жағын аяқтайтын боламыз. Мына мен өзіме керек көлемде тоқып алдым. Енді біз ары қарай мына салфетницамыздың бастаған жеріндегідей веревочка из двухпен 4 қатар тоқып шығатын боламыз. Ол үшін менің бір стойканы, мынау бұрыннан ситецтен қалған стойкам ғой, мынау екінші трубочкамды осы жердегі стойканың астына жапсырып алдым. Енді қайтадан соны жаңағы веревочка из двухпен тоқып шығамын. Так, мына трубочка астында қалып отырады. Мына трубочка мына астында қалып отырады. Стойканың астынан шыққан трубочка мына астында қалып отырады. Оның келесі трубочкамыз соның үстінен стойкалардың артына шығатын болады. Так, осылай 4 қатар қазір тоқып аламыз. Сонымен салфетницамызды бітіреміз. Так, бұл кез келген жаңадан тоқып жатқан тоқымашылардың бәрінің қолынан келеді. Қиын емес, ең оңай. Салфетница енді оңай ғой, басқа нелер сияқты емес. Так, мына жерінде әдемілеп переход жасаймыз. Мына жерде келгендегі мен переходты көрсетіп жіберейін. Мына астында қалады, мына үстіне шығады. Так, мына жерде мына немізді әдемілеп мынаның астына көтеріп жібереміз. Ал мына стойкамызды оның үстінен аттап, мына келесі стойканың артына шығарамыз. Так, мынаны да қайтадан осылай мына стойка астында қалады, трубочка астында қалады. Соның үстінен, так, мына жерлерді жөнде жіберейік. Мына астында қалады, соның үстінен келесі стойканың артына шығарамыз. Мына астында қалады, соның үстінен келесі стойканың артына шығарамыз. Мына осылай, қазір мен 2 қатар кетті, мына тағы да 2 қатар тоқып шығамын. Сомен салфетницамыздың көлемі сомен аяқталып қалады. Мына 4 қатар веревочка из двухымызды біттік. Енді осы жерден біз қазір трубочкаларымызды қысқартуымыз керек. Так, мына трубочканы мен қиып, осы стойкалардың астынан жапсырамын. Ал мына трубочкамызды қиямын да, мына жерге кіргізіп жіберемін қазір. Так, мына осылай тоқымамыз бітті. Енді
немізді аламыз. Скотчымызды аламыз. Так, мына мынандай узор болып шықты. Мына шеті мына 4 қатар жаңа веревочка из двухпен мына 2 өрім сияқты шығардық. Мына соңын солай аяқтадық. Так, енді біз мына трубочкаларды, мына стойкаларды қысқартып шығуымыз керек. Бұларды қарапайым қысқарту түрімен қысқартамыз. Мына стойканы аламыз да, осы жерден қиып, мына бұрышқа кіргіземіз. Так, мына стойкамызды алып, мына жаққа қысқартқан жеріміз. Так, осы жерге кіргізіп жіберсек те болады. Немесе арт жағына момент клеймен клейт етіп жіберсек те болады. Мына жерге кіргізген кезде де клей капать етіп жіберсеңіздер болады. Так, мына қайтадан солай. То есть мына әр стойканың сол бұрышына кіргізіп қарапайым қысқартудың түрімен екі жағында солай қысқартып шығамыз. Мына осылай, мына бәрін осылай қысқартып шығамыз. Ал мына ең соңғы жағын бұл жерді қи жібереміз де, әдемілеп қи жібереміз де, мына стойкамызды осы бұрышқа кіргіземіз. Сонымен мына ең соңдағы стойкаларды осылай тура осылай қылып бәрін қысқартып шығамыз қазір. Мына стойкалардың бәрін қысқартып болдық екі жағында. Енді мынау негізі біздің чистовой жағымыз, мынау арт жағы біздің жаңа стойкаларды өсірген жағымыз. Енді сол стойкаларды өсірген жағымызды алдыға бетіне қарай қаратамыз да, бұл іште қалады. Салфетницамыздың ішінде қалады. Бізге қазір не керек? Форма керек. Оған мына мен мынандай коробка духидің осындай коробкасын дайындап қойдым. Осыны мына табан ретінде так қоямын қазір. Тура ортасына қойып, мына екі жағын жайлап осының табанымен бүктейтін боламын. Так, екі жағы бірдей болу керек. Мына екі жағын өстіп бүктеймін де. Так, мына резинкамен біраз уақыт осы формада тұратындай так резинкамен қатырып қоямын. Так, мына осылай резинка, қазір мына жағына да резинка байлап қоям. Так, осы күйінде біраз уақыт тұру керек бұл қатқанша. Даже осы күйінде лак вода жағып, осы күйінде қатырып тастаса да болады. Мына лак водамызды дайындап алдық. Бірге бір лак құйып, үстіне су құйып, екеуін жақсылап араластырамыз. Сұйық сметана сияқты қылып. Так, сосын осы күйінде мына немізді, салфетницамызды осы күйі обработка жасап шығамыз. Барлық жағына жағып. Ақ болып тұрғандары ол біраздан кейін сіңіп кетеді, сіңіп жоқ болып кетеді. Өстіп бәрін жақсылап обработка жасап кепкенін күтеміз. Бұл кішкене қанша біраз 1 сағат, 2 сағаттай біраз уақыт кебеді. Сосын ары қарай не істейтінін тағы көрсететін боламын. Салфетницамызды міне осы әбден кепкенше осылай қойып қойдық. Енді уже аша берсек те болады. Резинкамызды ала берсек, міне формамызды аламыз. Мына уже салфетницамыз міне осы күйінде уже қатып қалды. Міне осы күйінде формасын сақтап қалды. Бірақ біз сонда да бұл салфетницамызды қазір кішкене әрлеп жөндейміз. Так, мына екі мынандай трубочка аламыз.
Оны біз қазір мына жоғарғы жағына әдемілеп момент клеймен жақсылап жапсырып, мына қазір бір трубочка жетпейді. Бізге мынаны өсіріп алуым керек. Екі-екіден трубочка өсіріп аламын. Екі-екіден трубочка өсіріп аламын да, осылай мына жерден клейтетіп, мына жерге әкеп, екеуі былай мына жерден кездесетіндей қылып, қазір мен клейтетіп шығамын. Мына осылай біз салфетницамызды міне осылай әрледік. Екі трубочканы өсіріп алдым да, екі-екіден өсіріп алдым да, мына осылай момент клеймен, бұлғы тез қататын клей керек, әйтпесе ана супер клейіміз ұзақ қатады. Момент клеймен жапсырып алдым. И мынандай бантик тағып, бантик жасап, осылай жасап қойдым. Егер бантикті қалай жасайды десеңіздер, егер жасаған білгілеріңіз келсе, үйренгілеріңіз келсе, комментарийда жазып қойыңыздар, жазып кетіңіздер. Келесі видеода бұйырса көрсететін боламын. Лайк, коммент жасап, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Осылай неше түрлі әртүрлі тағы да басқа да корзиналар, басқа да осындай салфетницалардың түрлерін салып тұрамын. Сау болыңыздар.